Атаның өсиетін ұғып, шешенің қасиетін бойына сіңіріп өскен ұрпақ ешқашан қор болмайды. Сол үшін де балаға тал бесіктен бастап ұлттық тәрбие беру парыз. Қазақта әке көрген оқ жонар, шеше көрген том пішер деген мақал бар. Бүгінгі ұрпақ тәрбиесі жөнінде ой қозғар болсақ, халқымыздың осынау ұлағатты сөзіне ден қоятынымыз белгілі. Әсіресе ананың қыз бала тәрбиесіндегі рөлін айтпай кете алмаймыз. Қыздардың инабатты да ақылды, көргенді болып өсуі анасынан алған тәлім тәрбиесіне тікелей байланысты. Қыздардың, яғни болашақ аналардың қандай болмағы жас кезінде бойына сіңірген үлгі өнегесіне де бастау алары анық. Қыз баланың салақ болғанынан да, олақ болғанынан да еш уақытта жақсылық келмейді. Адам баланың салақ болуы да, олақ болуы да қыз баланың ата-анасына көрген тәрбиесіне байланысты. Салақтан олақ жаман, олақтан салақ жаман деген, егер салақ болсаң, олақ болсаң, ата-анаңды кінәлайды. Одан қалды ауылдың үлкен кішісін кінәлайды. Қызға 40 үйден тыйым, немесе есіктегі қала берді, есіктегі күннен де тыйым деген атам қазақ. Сондықтан еш уақытта қызды кішкентай кезінен бастап құлағын тесіп сырға салады. Ол сырға салу деген қызға ешқандай жамандық шақыру деген емес. Қайта бұрын тұлымшағын желбіреген кішкентай қыз кезінде соны сені бала деп ешкім елемесе, енді құлағыма сырға таққаннан кейін сені қыз болды деп бәрі үлкендер жағы ақыл кеңесін айтып, жақсы өнеге тәрбие беруге тырысады. Сондықтан қазақ бой жетіп сәл көрініп қалған қыздың құлағын тесіп сырға салған міне. Бісміллә. Енді сен осыдан кейін жақсы тәрбие көрген, үлгі өнеге көрген қыз ата-анасын. Шашпау деген қыздың сәнді шашының көркін келдіріп тұратын, ата-бабамыздан келе жатқан ерекше әсемдік бұйым қыздың. Көркем мінезді болу керек. Үлкендер жағы әрқайсысы өзінің өнегесін үйретуге тырысады. Міне осындай әдемі қыз болып бой жетіп, үлгілі өнегелі жақсы қыз болып өссең, еліңнің де халқыңның да қуанышы боласың, ата-анаңның мақтанышы боласың. Еліңнің өнегелі, үлгілі, әдемі, сұлу қыздарының бірі болып жүресің. Отбасындағы ұл тәрбиесінде әке мен аталардың орны ерекше. Әке отбасы мүшелерінің тірегі, асырап сақтаушысы, қамқоршысы. Әкенің мінез құлқы, өнер білімі, ұл баланың көз алдындағы үлгі өнеге алатын, соған қарап өсетін нысанасы. Өнегелі, өнерлі, сегіз қырлы, бір сырлы, намысқой азамат тәрбиелеу аталар арманы болған. Ал аталар жолын қуып, өнері мен өнегелісін жалғастыру жастарға да үлкен сын болып саналған. Әке көрген оқ жонар деген мақал соны меңзейді. Балам темнеге саған бір-екі ауыз ақылымызды айтып отырайық, саған пайдасы болады әр уақытта. Тыңда балам, жүйкең әлі талай қажет болады. Болмашыға тоздырма. Шешуші сәттерге апта. Ойынға салынудан алшақ бол. Арбада сынбайтын, өгізде өлмейтін шешім қабылда. Шешім қабылдаған кезде тез қабылда. Тәуекел түбі жел қайық, жүзесіңде өтесің. Уайым түбі тоңғиып, батасында кетесің дейді. Сырыңды ешкімге шоқта алдыртпа. Екі елі аузыма сыймаған сөз, екі елі аузыма сыймаған сөз, 32 тістің арасында тіптен сыймайды. Өкпелеме, өш алма,
санасына беріп, Аллаға тапсыр, осы есіңде болсын. Қыран құстай қырағы бол. Өзгелерді өзіңдей көрме. Халқымыздың әке көрген оқ жонар, шеше көрген том пішер деген даналық пікірін ойлап қарасақ, ата-бабаларымыздың асқар таудай ақылында, өз өмір тәжірибесінен өткен өнегелі істері елін, жерін қорғау. Бірлікте, ынтымақта өмір сүріп, еліне елеулі, халқына қалаулы болу сияқты жақсы қасиетті ұрпақтан ұрпаққа дарыса деген асыл арманы екен. Шоқан балам, не таптың? Ұтырағанның бәрі алтын бола берді. Неге басын? Тал Сен соны ойласың. Саған қазақтың батыры, ұлттың мақтанышы Бауыржан Момышұлының ақыл кеңестерін айтайын. Құлағыңа құйып ал. Мақұл ма? Еңбек еткен ерінбей, қарның тояр менбей дейді. Біріншіден, екіншіден, әке балаға қарыз, бала далаға қарыз. Естімесің ба? Ердің екі сөйлегені өлгені. Үшіншіден, ой жамырға бар. Үшіншіден, әкесі бардың ырысы бар, інісі бардың тынысы бар. Осы сөздерімді жүрегімде сақтадым. Мақұл ма? Қазір мен саған Бауыржан Момышұлының кітабын берейін. Таққа оқы. Қай ата-ананы алсақ та қызының ертең барған жерінде аяулы ана, бақытты жар болуын, олардың әдетті келін болуын армандайды. Алып та, ақыл да, ойшыл да, ғалым да анадан туылған ғой. Оларды өмірге келтіретін де, тәрбиелеп бағып қағатын да осы аналар ғой. Болашақ ана бүгінгі қыздарымыз. Қыз демекші қазақ халқы қызды құрметтеп, аялап өсірген. Қыздың жолы жіңішке. Қыз өссе елдің көркі, гүл өссе жердің көркі. Қызды 40 үйден тыю деген мақалдарымыз осы қыздарымызға арналып айтылған. Әрбір отбасының қалыптасқан әдет-ғұрпы, ата дәстүрі болады. Ұлдың ұяты әкеге, қыздың ұяты шешеге деп қараған халқымыздың ұл баланы тәрбиелеуді аталар мен әкелер өз қолына алса, ал қыз баланы тәрбиелеу әжелер мен аналардың ісі болып саналған. Қызым, саған айтам, келінім сенкінде дегенде қалай түсінуге болады? Ол деген әр ұлттың өзінің ата дәстүрі, салты, әдет ғұрпы болады. Біздің қазақта ұлдың ұяты әкеге, қыздың ұяты шешеге деп қараған. Сондықтан да біздің қазақта ұлдардың тәрбиесін әкелер, аталар бар қолға алса, ал қыздың тәрбиесімен анасы, әжелері өздері тәрбиелеп, өздері қолға алғанды жөн санаған. Сондықтан да қызым, саған айтам, келінім сен тыңда деген сөз, ол именно қызына айтылды деген ғана сөз емес, ақыл, оны тыңдай білу керек. Дұрыс нәтиже шығарып, ақылға адамды тыңдай білу керек. Кез келген сынды қабылдап, ақылмен байыппен қараған жөн, қызым. Ұлт жанашыры Ахмет Байтұрсынұлы «Балам деген жұрт болмаса, жұртым деген бала қайдан шықсын» деген ұлағатты сөз қалдырған. Осы ретте бір жылыңды ойласаң егін ек,
10 жылыңды ойласаң, ағаш ек. 100 жылыңды ойласаң, ұрпақ тәрбиеле деген тағылымды сөз де еске оралады. Пайымдасақ, бала тәрбиесінің жалғыз ата-анаға ғана емес, бүкіл қоғамға қатысты екендігін ұғамыз.